Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 18-ші сабақ біздің жобамыз. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ым-ишара. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын, дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ым-ишара арқылы да жеткізе алады. Қас, ауыз, көздің көңіл күйге сәйкес өзгерісін бет-бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Бірінші жаттығу балалардың бет-бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көр дейді. Бірінші, сиқыршы бос шабаданға мысықты салып қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты дейді. Яғни бұл жерде бірінші жағдайда балалар қатты таң қалды. Екінші, бүгін Айгүлдің туған күні. Ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүр екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп дейді. Аппақ көйлегі сатпақ-сатпақ болып шыға келді дейді. Екінші жағдайда Айгүлдің көңілі түсіп кетті деп жазамыз. Келесі тапсырма екінші жаттығу. Сен де өз нұсқаңды ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарының алдында қорға және бағала дейді. Міне балалар, біздер қуану және өкініш осы екі жағдаятқа біз оқиға ойлап таптық. Бірінші, қуану. Бүгін Қуаныштың туған күні. Ол оған ата-анасы қандай сыйлық сыйлайтынын әлі білмейді. Ата-анасы осы жазда Қуанышты әлем чемпионатын көруге алып бармақшы. Туған күнісінде ата-анасы билетті әдемі қорапшаға салып ұсынды. Қуаныш қорапты ашып қарады. Қуанғаннан алақайлап үйдің ішінде жүгіріп кетті. Екінші, өкініш жазамыз. Зере ағылшын тілі сабағын қатты жақсы көреді. Бүгін ол сабаққа ерекше дайындалды. Мұғалімі берген тапсырма бойынша зерттеу жұмысын да жүргізді. Мектепке ерекше көңіл күймен барды. Алайда ағылшын тілі пәнінен беретін мұғалімі ауырып қалыпты. Сабақ болмады. Зеренің көңілі қатты түсіп кетті. Міне балалар, осындай немесе өз нұсқаларыңызды ойлап құрастырып жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.